Қайырлы кеш хандар мен мырзалар, бүгінгі қуаныш той құтты болсын деп, тойға келгендеріңізді сезініп, той жасап жатқан той иелеріне бір қол қошемет жасап қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Бисмилла, Алла тілден жақтан сүріндірме деп бастайын сөзімді. Алдарыңызға қазақтың баласы болып шыққаннан кейін, жеке-жеке қолдарыңыз алмасақ та көргеніміз, көріскеніміз болсын деп, сәлем беріп, саулығын сұрап, сауабын алғанды жөн санадық. Кең даласы секілді той әлемі қазақтың пейілі қандай ғажап еді. Тірісінде той жасаудан жалықпаған ассалаумағалейкум қазақ елі деп басымды иіп бір амандасып алайын. Біз қазақ халқы қайда бара жатсын, тойға бара жатырмын, қайдан келе жатсын, тойдан келе жатырмын деп әрбір шыққан күнімізді қуанышқа, батқан күнімізді шаттыққа бөлейтін елміз. Бүгін міне дәл сондай бір тамаша тойдың куәсі болып жатырмыз. Бүгін той жасап жатқан, төресі топ бастаған, көсемі көш бастаған, шешені сөз бастаған, сіргелі ақ көңірдегі рулы елі, ақ түйеннің қарыны ақтарып, ақ пейілменен кең дастархан жайып, құда жегжат дос жаранның басын қосып, бүгінгі қуанышымен бөлісіп отырмын. Қазақта айтады, қуанышты бөліссең көбейет, қайғыны бөліссең азаят дейді. Дәл осындай дүркіретіп той жасап жатқан Төле бидің тумасы, қазір кезде ел ағасы атанып жүрген, бүгінгі тойдың төресі, бүгінгі тойдың иесі атанып отырған Балқыбек ағамыз бен Жанат жеңгеміздің бір баласының басы екеу болып, үй ішінен үй тігіп отырған жайы. Бағдаттай балдарыңыз Шегір елінің ақ маңдайлы ару қызымен қол ұстасып, үлкен өмірге қадам басқан екен. Ендеше осы ел дүркіретіп той жасап жатса, ақ көңірдектердің төрінен орын алып отырған Шегір елінен келген құдаларға шыққан төрлеріңіз құтты болсын деп, бір қол қошемет жасап қойыңыздар. Құдалар, қош келдіңіздер. Ал құрметті көпшілік, бұл заманның өзі сөзден гөрі істі жақсы көрген заман. Сондықтан мен де көп сөйлеп созбай, әдеттен озбай, Абай атамыздың сөзімен айтар болсам, жүректен қозғай отырып, бірден іске кірісіп, тойымызды бастағанды жөн санадық. Бүгінгі тойдың себепкерлері Бағдат пен салтанатты шабыт дүриесінің әуезді әніменен сіздердің қошеметтеріңізбен той төріне шақырайық.